Қарапайым тіршілік қалтарыстарынан жинақталған зілсіз әрі шыншыл қалжың. Әр қазақтың өмірінен алынған кейіпкерлердің басынан кешкендері. НТК арнасының Қазақпыз ғой жобасының жігіттері Серғазы және Нұрғали. Қош келдіңіздер. Көңіл күй қалай? Жақсы. Көңіл күй жақсы. Бірінші сұрағыма бірден кезек беретін болсам, жалпы қазір негіз қоғамдық эксперименттер, пранк дейміз ғой, көбейіп кетті. Соған көзқарастарыңыз қалай? Бізде қазір халық кішкене дайын емес. Әлі дайын емес. Мен ойымша олар реакциялар сәл қиындау. Адамдар Не депсің? ерекше бетіңнен удар алып қалуы мүмкін. Жігіттер, сіздердің жобаларыңызға келетін болсақ, Қазақпыз ғой деп аталады. Атының өзі ерекше. Қазақпыз ғой. Әзіл қалжыңға негізделген бағдарлама. Жалпы мақсаты не? Көңіл көтеру, мақсаты көңіл көтеру. Жұмыстан шаршап келеді, сосын ұйықтап тұрып, шаршап тұрғанын көріп, теледидарды қосқан кезде Қазақпыз ғой басталады, көңіл көтеріледі. Сосын күн жаңадан жақсы басталады. Неге аты Қазақпыз ғой? Өйткені біз қазақпыз. Жігіттер, бағдарламалардың сценарийі қалай жазылды және бір кейіпкер, бір адам көптеген образға енеді. Түрлі импровизациялар болады, қызықты жағдайлар болады. Солар туралы айтып кетсеңдер. Сценарийді негізі 3-4 топ адамдар жазды. 10-15 шақты адамдар. Олар сценаристер. КВНшілер шығар. КВНшілер, сценаристер. өзіміз КВН ойнаған соң біз. Бірақ егер 80% сценарий болса, 20% импровизация болды. Негізі актерлар болсын, КВНшілер болсын, әйелдердің образын сомдауға бір табан жақын болып кетті қазір. Мен негізі жеке басым халықтың көпшілігі жігіттің әйелдің рөлін сомдағанға құптай бермеймін, қарсымын негізі. Бірақ қазір көбісі ойлайды, мысалға, әйел болып киініп алса ол күлкілі деп. Мен ойымша олай емес, мен өзім әйел рөлдерін көп ойнағам, бірақ шын айтсам, шаршадым, ойнағым келмейді. Ол мен де көзімше дұрыс емес сияқты. Әзіл жақсы болса, ойнағым келеді. Сіздер түрлі кейіпкерлердің бейнелерін сомдайсыздар. Сол персонаждарға келетін болсақ, сіздер үшін қайсысы ең қызықты деп ойлайсыздар? Тергеушілер. Тергеушілер. Ең қызықты сол тергеушілер болып, екі топас тергеуші. Біз екеміз тергеушіні ойнаймыз, бірақ біздің қолымыздан түк келмейді. Біз архивта отырған тергеушілеріміз. Ең болмайтын жұмыстарды атқарамыз. Жігіттер, түсірілім алаңында орын алған қызықты жағдайларды айтып берсеңдер. Сұлтанды түсіріп жатырмыз. Сұлтанды түсіріп жатқан кезде сағат таңғы 6-та жиналдық та, таңғы 6-тан бастап түсіре бастадық. Қазақ үйге кірдік. Кірдік. Ол жерде жаңа свет ештеңе жоқ, бәрі жабық. Түсіре бастадық. Тамақты сол жерде де жедік, түсіріп жатырмыз. Bir кезде енді съемка уақыты бітті. Болды, стоп деп бәрін тоқтатып, қарасақ таңғы 6 болыпты. Мәссаған. 24 сағат ешкім Қалай өтіп кеткен? Сендер түсірілім барысына қызу кіріп кеткенсіздер ғой. қызу кіріп кеткенбіз. Уақытты байқамағансыздар мүлдем. Байқамағанбыз. Съемка барысында біз сол жерде жүріп пицца заказ беріп, оны жеп, сосын съемочный группа уланып қалды. Главный операторды скорый алып кетті. Ол қызық болған жоқ, ол қиын болды. Жігіттер, олай болса, бағдарламаларыңызды қашан көреміз? Қанша уақыт көреміз? Ертең сенбі күні сағат 1:20-да көрсеңіздер болады. Ертең арғыны жексенбі қайталауы болады, сағат 8:40-та. Шай ішіп отырып, көңілдеріңізді көтеріп, күнді содан бастасаңыздар болады. Жігіттер, айтулы мейрам келе жатыр. Қыздарымыздың, аналарымыздың, апаларымыздың, әпкелеріміздің, әжелеріміздің құттықтап қояйық аруларымызды. Бірінші анамды құттықтайын, сүйіктімді, әпкемді, бәрі нәзік жандарды мейрамдарыңызбен құттықтайын. Нұреке, сіз? Мен де Серғазының сөздеріне қосылам. Барша нәзік жандар мейрамдарыңызбен. Бақытты болыңыздар. Қыздар, арулар, аналар, апалар, мерекелеріңіз құтты болсын. Бізде бүгін қонақта болған Қазақпыз ғой бағдарламасының кейіпкерлері, негізін салушылары Серғазы және Нұрғали. Жігіттер, осымен бағдарламаны тәмамдаймыз. Көріскенше аман, сау болыңыздар.